Қазақстан парламенті қаржы жүйесінің тұрақтылығы туралы заң жобасын мақұлдады. Құжатқа сәйкес біздің елге 3 жыл мерзімге банктердің бұрын берген несие ставкаларын көтермеуіне мораторий жарияланады. Сондағы республикамызда құрылатын дағдарысты активтер қорының жарғылық капиталына қаржыгерлердің қатысуы қарастырылған. Осы мәселе бойынша біз студиямызға отандық банктердің бірінің басқарушы директоры Асхат Естаевты шақырған болатымыз. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Бірінші сұрағым, мемлекет тарапынан кепілдендіретін сомаға осы орайда банктеріміздегі салымдарды қайта қарау шарасы қарастырылып отырған жоқ па? Мен ойымша, жаңа сіз айтқандай, салымдардың кепілдендіру шарасы ең бастысы қазір айтып отырсыздар ғой, 5 миллионға шейін көтерілді. Сондай өзгерістер ол салымшылар арасында үлкен қозғалыстарға кеп соқпайды деп ойлаймын. Оның басты себебі, мысалы, біздің банкты алатын болсақ, біздегі салымшылардың 70% салымдарының, біздің салымшылардың 30%, салымдардың 70%-ын өздері ұстап отыр. Өйткені осындай жеке тұлғалар үлкен салымдар ұстайтындар. Олар қаржы нарығында болып жатқан өзгерістерді алдын ала біледі. Алдын ала білгендіктен олар ешқандай, мысалы, бізде бұрыннан бері қызмет көрсетіліп келе жатқан клиенттер, депозиттегілер. Олар басқа банктерге барады деген ойда емеспін. Өйткені былтырғы қыркүйектегі болған өзгерістер кезінде, тамыз айында болған өзгерістер кезінде кеткен клиенттер қайттан өз банктеріне қайтып келді 2-3 айдан кейін. Ал қазіргі мемлекет тарапынан осындай банктерге деген сенім көрсетіп отыр. Ол сомасын 5 миллионға дейін көтерген кезінде, мен ойымша, егер мемлекет осындай сенім көрсететін болса, салымшыларды тура сондай біздің банктер, Қазақстан банктерінде сондай сенімділік артады деп ойлаймын. Ал енді мына банктерде, мысалы, бұрын берілген несиелерге дейді, пайыздық ставкаларын көтермеу мәселесіне мораторий жарияланып отыр. Осыған тоқталып өтсек. Мен ойымша, осындай мәселелерге, мысалы, пайыздық мөлшерін бір қалыпты мораторий енгізу бір жақты ол болмау керек. Өйткені оның басты несі жұмыс істейтіні ол нарықтың заңдары. Өйткені қазір банктердің өздері арасында бәсекелестіктің арқасында, мысалы, өзінің операциондық шығындарын азайтып жатыр. Өйткені клиенттерін ұстап қалу мақсатында ең бірінші нәрсе ол осы пайыз мөлшері клиенттерге несие беретін. Азайтудың шамасы тек қана осындай операциондық шығындарды азайту. Екіншісі, егер де мемлекет осындай жағдай заңдар қабылданатын болса, мысалы, ставкалардың жоғары деңгейін қоятын болса, онда мен ойымша банктар өзінің жүргізіп жатқан жұмыстарын, шығындарын азайту жұмыстарын одан ары жалғастырады деп ойлаймын. Ал мына отандық банктердің қазір дағдарысты активтер қорын құру кезінде жаңағы несіне қатысады деп жатыр ғой, жарғылық капиталына. Осыған тоқталсаңыз, пікіріңіз қандай? Стресстік активтер қорының жарғылық капиталына банктер қатысу туралы әлі қарастырылуда. Ол туралы былай кесіп айта алмаймыз. Бірақ та банктерге айтатын несі, ол жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Қазақстандағы банктер осындай стресстік активтер қорын құрудың бірінші алдында қатарында келе жатыр Қазақстан мемлекеті. Оның қатынасу мәселесі басқа банктер. Мен ойымша, ол тек қана өзінің шығындары мен пайдасымен бөлісу сол стресстік активтер қорында. Мысалға келтіретін болсақ, 100 теңгені, мысалы, кредит 100 теңге тұратын болса, оны стресстік активтерге дисконтпен 90, 80 немесе 70 теңгемен оған сатуға мүмкіндік болу керек. Сол себепті, мысалы, егер 70, 80, 90 теңгемен сататын болсақ, онда қорға ол пайда ретінде көрінеді, а банктерге болса ол шығын ретінде. Бұл тек қана осы екі жақты келіссөздер арасында ғана осындай бағаға келу керек деп ойлаймын. Енді жеке өздеріңіз банктеріңіз, мысалы, осы жаңалықты естігенде қандай алғашқы неде болдыңыздар? Осы жаңалықтар бойынша, мысалы, стресстік активтер қоры бойынша. Стресстік активтер қоры бойынша біз, мысалы, өз АФК-да кездесу кезімізде осындай біздің берген предложенияларымыз болған. Ол бастысы, егер біз стресстік активтерге қорына өздеріміз кредиттерімізді беретін болсақ, онда біздің құқымыз болу керек. 2-3 жылдан кейін қайтадан сол активтерді өзіміз сол бағамен сатып алу туралы. Екіншіден, мысалы, несие ставкаларын мораторий енгізу туралы айтатын болсақ, мысалы, бізде бұрынғы 2006, 2007, 2005 жылғы берілген кредиттер ставкалары осы күнге шейін көтерілген жоқ. Ол тек қана қазіргі біздің осы 2008-де берілген жаңа кредиттер бойынша ол ставкалар жоғарыланды. Алдындағы болған несиешілер, олардың пайыз мөлшері сол қалпында қалып қойды. Жақсы, әңгімеңізге рахмет, сау болыңыз.